Бүгін сіздермен балаға лекаласыз үйренетін боламыз. Бізге керек өлшемдер ош, ог, шп, длина и стиля. Ош на мой ойыныз айналдыру жестер. Обхват груди на кеуде айналдыру жестер. Длина и стиля дейміз на иықтың тұсынан на белге дейін. Осы жерді өлшейсіздер. Міне мен өлшемдерін жазып алдым. Енді осы бойынша лекалас боламыз. Ең алдымен мына жақтан бізге длина и стиляны сызып алдық. Менде длина и стиля 42, мына жақтан 42 сантиметр белгілеп сызып аламын. Сызып алдым. Енді бізге обхват груди керек. Обхват грудидің бізге керек. Обхват груди табу үшін бізге керек формула. Обхват груди бөлу 4 плюс 2. Мына обхват грудимізді 4-ке бөлеміз. Оған 2 қосамыз. Сонда болады менде 16,5. 16,5 шықты. Мына жақтан 16,5-ті тауып сызып аламын. Барлық жағын осылай сызып шығамын. Сызып шықтым. Енді бізге ошыны табуымыз керек. Ошы менде 28. Ошыны табу үшін 28-ді ошыны бөлеміз 6-ға. Міне менде 4-те 6 шықты. Мына жақтан 4-те 6 белгілеймін. Төменге қарай осы 4-те 6 шықты. Соған 1 сантиметр қосамыз. 5-те 6 сантиметр. Осы аралықты доғалайтып қосамын. Артқы бойда стандарт 2 сантиметр түсеміз. Шыпы 9 сантиметр. Мына жақтан 9 сантиметр белгілеп аламыз. Мына жерден төменге қарай 2 сантиметр түсеміз. Осы аралықты қосамыз. Енді бізге қолтық ойынысын табуымыз қажет. Қолтық ойынысын табу үшін бізге керек. Қолтық ойынысын табу үшін. Так, обхват груди бөлу 6 плюс 4. Обхват груди 58 бөлу 6 плюс 4. 58 плюс 4. 13-те 6 шықты. 13-те 6-ны мына жерден тауып аламын. Енді біз қолтық ойынысын таптық. Енді осы жерді доғал етіп сызамыз. Енді осы қолтық ойынысын 2-ге бөліп аламыз. Өлшемізде дәл ортасын тауып белгілеп аламыз. Міне мен белгілеп алдым. Енді осы жерден ортасынан ішке қарай 1 сантиметр белгілейміз. Мына кеудеміздің алдыңғы жағы кішкене ойыңқы болып тұрады. Қолтық жағы бұл бізде алдыңғы бөлігі. Міне осы жақты осылай белгілейміз. Осылай сызып алатын боламыз. Міне біздің лекаламыз дайын болды. Өте оңай осылай сызылады. Келесі видеода осы лекаламен кәжеке тууды көрсететін боламын.